Сәлем достар, сендермен бірге біз Айқайлай жобасы. Бүгін бізде қонақта вайнер, блогер, әлеуметтік желіде өте танымал жігіт Әділет Санатұлы. Комик десе. Әділет, қош келдің. Енді жалпы біздің ойындарды YouTube арнасынан көріп жүрген шығарсың, бірақ сонда да мен сені ережелермен таныстырып өтейін. Бізде 11 сұрақ, оның 7-еуі бірінші бөлімде, 4-еуі супер ойында ойнатылады. Енді бірінші бөлімнің ережелерімен таныстырып өтейін. Біздің барлығымыздың құлағымызда құлаққап, яғни наушник болады. Біз бір-бірімізді мүлдем естімейміз. Сенің мақсатың сұрақты алып, сол музыка 1 минуттың ішінде сұрақтың жауабын білсең, жауабын түсіндіруің керек. Жауабын білмесең, бізге сұрақты түсіндіріп, жалпы бесеуіміз біз бір командамыз. Музыка біткеннен кейін, наушник шешкеннен кейін біз бәріміз жауабын жазамыз сол сұрақтың. Егер де бесеуіміздікі бірдей болатын болса, онда біз сол сұрақтың жауабы дұрыс болып есептеледі. Әрбір дұрыс жауап ол 1 минут бонус. Ол бонустар не үшін керек екен? Одан кейін супер ойында түсіндіре жататын боламыз. Жалпы ереже түсінікті ғой? 100 000 теңге аламыз деп өте. Иә. Сіздің сөзіңізді жалғастырайын. Бізде 7 сұрақ қойылады. Әр сұрағымыз бізде 100 000 теңге құны. Егер дұрыс жауап берсек әрине. 7 сұрақтан кейін бізде супер ойын басталады. Супер ойында 4 сұрақ болады. Егер сол 4 сұраққа команда болып дұрыс жауап беретін болса, ол жерде 500 000 теңге. Жалпы осы бүгінгі шоудың, айта кетейін, жалпы осы шоудың спонсоры Мейрам Академиясы. Және осы бүгінгі шоуды түсіріп жатқан Prime студиясына алғысымызды айтамыз. Prime студия. Енді бұл жерде Әділет, егерде бәріміздің жауабымыз бірдей болып шықса, қуану керекпіз. Соған бір белгі тап, қандай бір қуаныш белгісін. Қуаныш. Іс-қимылмен, бір дауыспен. Қуаныш болса андай қылып айқайлайық та. Аляля хи-хи деп. Әдем. 1, 2, 3. Ал егерде жеңілсек? Жеңілсек, йо-майо деп әшін эмоцияны түсіреміз. Жеңілсек. 1, 2, йо-майо. Аляля хи-хи. Қалай былай бүгінгі көңіл күй? Көңіл күй дерсің. Настрой күшті ма? Арнайы Тараз қаласынан осы сіздердің бағдарламаңыз. Бәрекелді, рахмет. Сонымен бүгін бізде қонақта Әділет Санатұлы. Біз бағдарламаны бастаймыз. Бірінші сұраққа дәл қазір сіздермен бірге отырып жауап береміз. Бірінші сұрақ, кеттік. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Тоқтар. Мимикамен көрсет. Космосқа барған ғарышкер. Тоқтар Аубакиров. Ғарышкер. Тоқтар Аубакиров. Бірінші ғарышкер. Бірінші адам Қазақстанда. Тоқтар Аубакиров ол ненікі ол? Ол бірінші Қазақстандық емес ол. Қазақстандық. Тоқтар Аубакиров. Жарай, Тоқтар Аубакиров. Ғарышкер. Ол бірінші Қазақстанның Бірінші Қазақстан. Біздің бірінші ғарышкер Тоқтар. Қазақстандікі деп отыр. Тоқтар Аубакиров болды, Тоқтар Аубакиров бұл. Жауабымыз дұрыс па әйтеуір? Так, жауапты жазайық. Бүйтіп қойып қойыңыз. Мен бәріміз білші дұрыс түсінікті, мен Сәкен сен Жоқ, сұрақ қандай болды? Сұрақ емес, жалпы негізі. Мен түсінгенім былай болды. Не деп түсіндің? Тұңғыш қазақстандық ғарышкер. Тоқтар Аубакиров тұңғыш Қазақстанның ғарышкері емес, ол тұңғыш қазақ. Бірінші ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақ Тоқтар Аубакиров. Ал Қазақстанның азаматы, Қазақстан ол басқа адам мүлдем. Гагарин емес. Гагарин ол бүкіл СССР, орыстардікі ол бірінші адам космонавтқа ұшқан. Жер бетіндегі СССР. Қазақтардың ішінде бірінші қазақ ол Тоқтар Аубакиров. Ол кезде Советтік Союздың құрамында едік.
Біз Қазақстан тәуелсіздік алмаған едік ол кезде. Енді жауап Қазір тәуелсіздік алған екен, сол есіме шығып тұр. Бірінші Мен қазақстандық. Тоқтар Әубәкіров деп жаздым, ренжімеңдер. Енді сіздер бәрін бірге Сен абай не алдың? Тоқтар Әубәкіров, міне бірінші адам сол ғой. Сұрақты оқиық. Мен Сәкен сен Қазақстанның, қазақтың неше өдіш? Қазақтың тұңғыш ғарышкері. Қалай? Қазақтың тұңғыш Бәсе ғарышкері. онда келсем жігіттер. Қазақтың тұңғыш. Сен де келіспесең де сол бірінші. Тоқтар Әубәкіров. Болды. Мен 1, 2, 3. Болды. молодец, әділет дұрыс. Енді мен бірақ ол қазақ демек маған айып жоқ шығар. жоқ, айып бар саған, айып Онда бар. маған мен сұрағыма жауап берші. Қазақстандық десең, ал маған қазақстандық болғанда да қандай болады? Мен енді телефонымды алып гуглить етуге құқым жоқ, бірақ Қазақстандікі ол бөлек, басқа да. Бөлек емес. Қазақстандікі де сол болады ғой. Қазақстандікі де сол. Қазақстан деген 91 жыл егемендік алдық па? Құрметті әріптестер, ол даже интернетте шыққан. Бірінші Қазақстанның азаматы ғарышқа шыққан басқа ол адам. Кейін тексерсеңіздер Ол болады. бөлек әңгіме. Кейін тексерсеңіздер болады. Бастысы ұлттық бір ұпай біздің қоржынымызда. Иә, достар, сіздер былай істеңіздерші. Біздің каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Дәл осы сұрақ бойынша, дәл мына Сәкеннің айтып жатқан дұрыс па, сіздер Google-дан көріңіздер. Ең алғашқы қазақстандық бола салсыншы, ғарышкер кім екенін, соны комментарийға жазыңыздаршы. На жігіт не деп отқанын мен өзім қазір түсінбедім. Бізге қарсы ойнап отқан Қоңырауды басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Егер сіздер тіркелсеңіздер, келесі қонақты бірінші болып көресіздер. Егер де бұрыс болатын болса, аты жөнін Сәкен Алимов тауып алып. Мен анау алдыңғы шығарылымда айқайлайық жобасының несін сотқа берем деп, сотқа беріп едім, бірақ ұтылып қалдым кейін. Екінші сұрақ көшеміз. Айқайлайық жобасы. Мынау кәдімгі музыкасы уайымдатады екен. Әділет Санатұлы. Екінші сұрақ кеттік. Европадағы ең жалқау Европадағы ең жалқау халық. Европадағы ең жалқау халық. Европадағы ең жалқау халық. Европадағы ең жалқау халық. Европа жалқау. Жалқау ма? Жалқау халық, Европа. Европадағы Европа. Польша, жоқ. Қазақ ма? Білетінен ғой, поляк емес, поляктар емес. Латвия ма? Ең жалқау. Европадағы ең жалқау халық. Латвия. Тәжік. Латвия. Франция. Латыш. Эстония болды. Тойна ма? Польша. Стоп. Дым естіген жоқ. Бұл жерде есту шарт емес қой. Жоқ, сен оны біліп айтып жатсың ба, или әшейін айтып жатсың ба? Не айтқанда? Сөйлемеймін. Музыка тоқтаған екен. Жазып алайық, жауап. Ютубтан көрген кезде андай. Оның сияқты еді. Мына музыка миымды ашытады екен. Қиын ба екен? Жаман. Сырт көзі бәрі сөйтіп ойлайды, оп-оңай деп. Ешкім оқымау керек, көздеріп қойыңыз. Оқымай отырыңдар ұяттарына қарап деп. Мен жазып, алдыңызда былай төңкеріп қойсаңыз. Болма жазып сатып. Логикаға мен негізі мен дұрыс емес шығар. Мейлі көрейін. Қара, мынандай деді, Европадағы ең жалқау халық, правильно? Мен де сөйтіп түсіндім. Мына КВН-де Юрмалада мысалға КВН ойнаған кезде постоянно эстондарды мысалға не алады. Пародировать етеді. Деп ең жалқау жай жүретін халық деп, мен солай өзім Эстония дедім, эстонцы дедім. Мен де солай дұрыс түсіндім-ау деймін, шамасы. Сен не алдың? Мен білмеймін, бүйтіп ауыздарыңыздан Польша дегенді оқыдым да, Польша деп жаздым. Сен не дедің? Мен Латвия деді. Латвия емес қой, латыштер, латышы. Мен Эстония дедім, если что, Абай айтқан. Абайдың сөзіне. Ең жалқау халық, Европада ең жалқау халық кім болуы мүмкін? Мен білмейтінді айтуға мойындауға Израильдер жалқау білмеймін. Примерно білем, бірақ точно Сұрақ білмеймін. оқыш. Европадағы ең жалқау халық. Жауабын оқиын ба? Жай. Португалдықтар. Португалия. Польша деген Португалияға жатпайды. Жоқ, вообще. Менікі қате дұрыс болды ма? Португалия. Мен бәрі білмейді екем. Біз анау негізі
мен де сөйтіп түсіндім, бірақ ана жай халық, ең баяу жүреді, жай. Ол жалқауға жатпайды ғой. Мен вообще бұндай нені Эстония емес, латыштар, негізі латыштар. Португалия жеңілгендегі белгісі Жай қандай? халық латыштар емес, эстонцы. Латыши. Ошибаешься. жеңілгенде қандай? Жеңілгенде не? Ё-моё мен. Латыши. Жеңілгендегі ё-моёсын айтайық. 1, 2, 3. Ё-моё. Дейміз дағына біз үшінші сұраққа көшеміз, кеттік. Үшінші сұраққа. Эстония деп Абай айтты, мен емес. Қой аузынан шөп алмас тұрақты тіркесінің мағынасы. Қой аузынан шөп алмас, қой, мә. Аузынан шөп алмас тұрақты тіркесінің мағынасы. Қой аузынан шөп алмас, қой. Соның мағынасы. Қойдың аузынан шөп алмас. Момын! Мағынасы. Момын! Қой аузынан. Аха, момын. Қой аузынан шөп алмас. Жуас. Қой аузынан шөп алмайтын жуас. Момын, жуас. Какая разница? Екеуі бірді ойлаймын мен. Жуас. Момын ба, жуас ба? Жуас. Екеуі бір ғой, екеуі бір ғой. Жуас. Стоп. Музыка ғана мешать етеді екен да. Мен көрсетпей жатырмын. Музыкасыз ойнаймыз ба? Сөйтейікші. Әділет. Соғы бәріміз ойлайды да жеңіл деп ше, анау мақал ашытып отқан кезде қиын болады. Мен бір түсірген момын, мен жуас деді. Мақал емес қой бұл, бұл теңеу. Синоним. Мағынасы. Қой аузынан шөп алмайды, жуас дегенге келдік қой. Біз момын деп басында. Момын дедік та, бірақ бәріміз жуас. Жуас, момын екеуі одно и то же. Міне құрметті осы жуас екеуі бір мағына. Екеуі жуас, момын, екеуі бір мағына. Жоқ, бұлағыламыз, біреуін өшір. Жуас бәрімізге бұл. Бәрі естілмейді ғой. Момын дөшесің, біреуін өшір. Екеуі бір ғой. Бір сөз ғой. Оны жоқ біреу. Дәнекеріне, данекеріне. Кім айтты сендерге жуас пен момын бір сөз деп? Бір емес, мағына жоқ, бір емес. Жуас пен момын әртүрлі. Давай, оқсын, давай. Сұрақты оқиын. Қой аузынан шөп алмас тұрақты тіркесінің мағынасы. Жуас. Мен айырып Егер момын дегенде қате болады. Жоқ, қате болмайды деді. Бірақ мен жақта жуас деп тұр ғой. Жуас, момын, Бірінші ойға келетін нәрсе. Редакторлар, егерде момын деп жазғанда қалай болады? Сотқа дағы бір талап арыз дайындап отырмын. Момын деп жазғанда дұрыс емес болады. Жауапта жуас. Момын мен жуастың айырмашылығы бар. Дұрыс болмас еді. Момын мұсылмандар деп айтады. Сәкен дұрыс айтады. Сонымен біз қазір қате үш сұрақ. Екеуі 2 минут бізде жаман емес, әділет жақсы келе жатырмыз. Әлі бізде алдымызда 4 сұрақ бар. 4 сұрақтың кемінде бір 3-ін алатын болсақ, онда 5 минут деген үлкен уақыт. Ол 5 минут дегенде супер ойынды жеңіп ала аламыз деп ойлаймын. Бізде қазір 4 сұрақ көшеміз. 4 сұрақ па уже? 4 сұрақ. Әділет Санатұлы. Ағылшын әліпбиінің 23-ші әріпі. Ағылшын әліпбиінің 23-ші әріпі. 23? Ағылшынша 23-ші әріп. Не 23? Ағылшынша 23-ші әріп. Әріп. 23 әріп қайда бар? A, B, C, 23 әріп кімде? 23 әріп. М. Қазақша алфавит. Қазақша алфавит. Қазақша алфавит. Қазақша ма? Қазақша ма? Ағылшынша. М ба? Сұрақты оқшы, сұрақты оқшы. Ағылшын тіліндегі әліпбидің 23-ші. Ағылшын? Я, 23. М. B, C, D, G. Мама. Стоп!
бір неғып Әділет, сен білсең айт. Данчо, сен вообще... жоқ түсініп отқандарың көрсетіп отқандарың Мен бөлек айтып таза отқандарың жауап бөлек қой. Сұрақты вообще түсінбедім де ше. Мен сұрақ түсіндім, бірақ не ол Ағылшын алфавитіндегі 23-ші әріп мен түсінген. Дұрыс па? Мен басында былай түсіндім. 23 әріп кімнің несі деп түсіндім. Қай елдің алфавиті деп та мысалға. жоқ, мен 23-ші әріп алфавиттегін түсіндім, бірақ ол Бір қай әріп қазақша ма, екенін. мен ағылшынша деген кейін мен түсініп кеттім, мен кейін. Көрсетіп отқаны басқа, айтып отқаны басқа. Жоқ, дұрыс айтады. Ағылшынша. Я именно осы төртеуміздікі бірді, сенікі бір емес. Қазақша дейді. М деп атып қойсаң. П дедім ба? Маны көрсеткен жоқ. П-ны Битті ғой мына ортасы. жоқ, мен М дедім, бірақ негізі бірақ П дейді. Сен қайда білесің оны ағылшынша? Мен санап шықтым ғой бүйтіп отыр. A, B, C, C, D, E, F, Do you G, speak H, I, English? J, K, L, M, N, L, M, Ей, A, B, C, D, E, Жоқ, F, G, сұрақты H, оқышы. I, J, K, L, M, M ғой дұрыс, L, M. Сұрақ 14-ші. ағылшын 13 па? әліпбиінің 23-ші әрібі. Жаңа 13-ші болып қалды ғой, 23 емес. A, B, C, D, E, 13 ғой, F, сен G, айтқан. H, I, J, K, L, M, N 13 болып қалды ғой, ол қайда? N O P Q R S T U V W. W. Why? W ма? Wow. Z па? Жоқ. W, Z, Z па? Z емес па? қандай? 23. 23 кетіп қалды. Мен 13-те тоқта, мен қателесіп Өз 20-ға қарып бар емес. 24. Соңғы Z. Z емес пе? Z па? Z па? Z. Өз 20 шарт па ояқта? 20 шар, по-моему. Аш жауабын ашып көрейік. Қанша әріп екенін білмеймін, бірақ соңғысы Z еді ғой. Y мен бар бітеді. Z. Мен қателесіп, W. Ой, биде саламыз онда. Биде саламыз. Мынаны дұрыс жауап. Соттасамыз. Дәке, екеуміз соттасамыз. Дұрыс жауап салсақ теріс Екі талап бар. Дұрыс жауап екен. Былай қайшы, мен сұрақ қойшы. Қойын сұрақты. Шоу. Рас екен. Айқайлайық бағдарламасы. Егерде ма теріс қарасақ, санала ма, саналмай ма? Санайсылайық. Мақұл, біздікі саналғанмен аршуатындегі анау біздің суретшіміздің енгіліші. Не, ол енгіліш мен өзіме жазған. Мен өзім оқуым үшін. Аналар былай оқиды. Сен бала артықланы тіртік қылдың осы. Жоқ, жігіттер саналмады ма? әділ ойнайықта, әділ болсайшы бауырым. Сол бағада біз бүйтуіміз керек. W дегенді, W емес па деп санап талқылағанға W емес па деп алуымыз керек та, мына жаққа ашпай тұрып ше, сол кезде жай ғана мынаны бүйте салуымыз керек еді. Біз сәл ақымақтық жасадық. Жаңа іште айтып па. Сол үшін бірінші жауапты бірінші талқылаған кезде талқыламай. Біліп алады да, мен саған точно деді. Мен мына анау музыкадан миым ашып жатыр ғой. Типа мынау 20 Бізге оңай дейсің ба? Бізге оңай дейсің ба? Қанша? Мен кәдімгі Енді былай қылайық. күнде ұйықтаған құлақтарым шыңылдап жатады. 13 ғой сенің бәс. Кезекте 6 сұрақ дұрыс па? Жоқ, 5 сұрақ. 4 сұрақ. Достар, бізде қазір 4 сұрақ ойнатылды. 4 сұрақтың біз екеуіне жауап бердік. Яғни бізде 2 минут бар. Достар, сіздерге тағы да ескерте кетейік. Біздің каналға жазылыңыздар, қоңыраушан басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, кім қалай ойнап жатыр, және де біздің келесі бағдарламада кімді көргілеріңіз келеді. Жазылыңыздар, егер жазылсаңыздар, келесі шығарымда басқалардан бірінші болып көретін боласыздар. Ал бізде кезекте 5-ші сұрақ. Кеттік. Жігіттің өз жұрты, қайын жұрты, және қандай жұрты бар? Жігіттің өз жұрты, қайын жұрты, нағашы, маманың туысқаны, Жауабын білесің бе? Жауабын білесің бе? Айтшы жауабын. Үш жұрт. Оқы. Жауабын айт. Нағашы. 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 Жауабы ма? Сұрақты оқшы. Нағашы. 300 жұрт. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрт. Нағашы. Өз жұртың. Домбыран жақсы болы. Нағашы жұрт. Нағашы жұрты, да? Сұрақты оқсай? Жігіттің 3 жұрты. Өз жұрты жоқ. W болып жүрмесін тағы.
құлағым ауырып кетші. Не деген? Бір-бірімізбен Так, жас болайық. Жауап жазайық. Музыкадан жүрегім айнайды негізі мені. Қатты Ya болды. bunu men егерде әділет дұрыс сұрақтың жауабын білсе, сол тура деп есептесе дұрыс түсіндіре алды деп ойлаймын. Бәріміздің ойымыз бір шетінен бірден шықты деп ойлаймын. Сұрақты оқып жүріңіз. Сұрақ білемін ғой. Бірінші сұрақ Сұрақ өте оңай енді. Мен тойда жүрдім ғой кезінде. Жігіттің өз жұрты, қайын жұрты және қандай жұрты бар. Бәріміз жауап. Төркін ғой. Нағашы. Мен төркін дедім. Нағашы жұрт. Нағашы. Жауап. Жауап нағашы енді. Аспая. 2, 3. Қандай еді өзім не ұмытып қалдық қой. Жоқ, жақсы. Біз қазір 5 сұрақтың 3-ін таптық. Бізде 3 минут. Жақсы. Енді бір 2-ін тауып жіберсек ше, онда вообще 5 сұрақтың 3-ін таптық ба? Иә. 3-ін таптық. Мен деген өзімді бағаламай жүр екен бұрындары. Ішпей жемейді қой. Онда бізде келесі 6-шы сұраққа бытшын шығарып жауап беріп бізекші. 6-шы сұрақ, достар. Ойбай, тыңда! Заттыбек Көпбосынның әнінде қозы лақтың не істеген әдеп? Заттыбектің әнінде қозы лақтың ойнағаны. Ойнағаны. Әдемі. Заттыбектің Ойнағаны. Қозы лақтың ойнағаны. отырған Заттыбек. Қозы лақтың ойнағаны. Өлең. Әдемі. Заттыбектің әніндегі қозы лақтың ойнағаны. әдемі Ойбай. Біліп тұрып, естімей атқан сияқтысыңдар. Оңай сұрақ екен, не қойшы. Түсіндірдім деп ойлаймын. Олайым дұрыс болып шықсын енді. Мынау емес болып шықса не? Енді басқаша болып шықса әділет. Оп-оңай ғой. Неғып өйтіп мені қинап отырсыңдар. Бәрін жазып болма. Бұл жерде біз сен естімей, сен мимиканы қоссаң, сен аузымен айтасың. Сәке жазып болды, одан кейін сөйлеймін. Ауызбен айтып отыр ғой, енді мимикам қосып аттым. Ережем, біз Сұрақ не болды? Мимика аздан менің түсінгенім әнін айттың. Заттыбектің әні қозылақтың ойнаған әдемі. Не істеген әдемі деп тұр ғой. Енді қозылақты бүйтіп көрсетіп аттым. Мынау қозы, мынау қозы деген қалай ол? Мә деп аттым. Әдеміні айтып бер. Енді мен барын салып аттым. мен әдемі де ойлап қалдым. Ойнаған деп өзі сен менше Қытайды қалай түсіндіретінін білесің ба? Сәкен біледі. Мен Қытайым қаяқ? Мені көрсетеді. Жоқ, бүйте береді болды. Мені көрсетеді деп отыр. Жоқ, Қытай десе. Жауапты көрсетеміз ба? Біздіңше қайта ауызбен көбісін оқиды оқып отыр. Ойнаған деген негізі сен түсіндірудің өзі қиын болып бірақ сен қалай түсіндіретін ойнаған деген? Ойнаған қалай түсіндіресің? Шығып КВН ойнаған. Енді қозылақтың ойнады Заттыбекті айту керек. Заттыбек деп айтты, мен Заттыбек екенін түсіндім сразу. Бәрім салып әдемі деп тұрып салып. Бірақ мен кешірім сұраймын, сәл маған да әдемі деп жазайын дедім. Мен де әдемі деп жазайын деп қалдым, бірақ жоқ, кейін ойнаған. Мен сәл маған да әдеміге. Заттыбек Көпбосынұлының әнінде қозылақтың не істегені әдемі, шөп жегені болып кетсе мен кетті. Ойнағаны. 1, 2, 3. Бәрекелді. Достар, біз 6 сұрақтың қаншауына жауап бердік? 4-еуіне. 4 минут бонус бар. Қазір әр сұраққа бар. 70 сұраққа жауап беретін болсақ ше, бізде 5 минут. 5 минут бізде кімде болды? 5 минут бізде кімде болды? 5 минут ешкімде болған жоқ қой. Болды. Мен 7 сұраққа жауап берсем, мен Тараз қаласының құрметті азаматы боламын. Нұрсұлтан Үсеновте болды да, біз сол 5 минутта ұтылып қалдық қой. Жеңіліп қалдық. Супер ойында, бірақ біз 5 минуттан ұтылып қалғанбыз. 5 минутпен ұтылып қалғанбыз. Сен негізі осыны есеп тапсаң, стендап комик емес, стендап ғалым болайын деп тұрсың ғой. Кәдім кітап жазам ой деймін. Біраз нәрсені... Ал, достар, онда бізде былай сұрақ жеңіліп отыр. Бізде бірінші бөлімнің ең соңғы
Сұрағы, иә? Қазақта ең киелі сан. 7-ші саннан ұтылып қалмайық. Осын табайық ма? 7-ші сұрақ, достар. Келе жатқанда вообще таппайым деп келбеймін, мейлі. Бастадық. Мауглидің ұстазы Аюдың аты кім? Мауглидің ұстазы Аюдың аты кім? Мимика. Маугли. Маугли. Ұстазы Аю. Аюдың аты кім? Балу. Аюдың аты. Балу. Аюдың аты Балу. Мауглидегі аюдың аты. Балу. Аюдың аты Балу. Балу ғой, дұрыс па? Досрочный момент жауап. Мен өзім білмеймін. Менше мультфильмдер жаман қатты көремін ғой негізі. Мен де жақсы көреді Бір әріптен шатас кетсе болмайды? Жоқ, болмайды. Режиссер ешкімді аяп атқан жоқ. Әріпті керісінше қойып берсек деді. Ал? Сұрақ түсіңіздер ғой? Білетін сұрақ болғаннан кейін жауап берсе, сурет салып. Күтекші, не? Көрем ғой, қазір сол ұқсасам мейлі ғой. Ал? Жаным отырың Мен, сіздердің жауаптарыңызды түсіндім де, бірақ екі вариантта Н болуы мүмкін, Л болуы мүмкін дедім де, бірақ енді Бану болмайды ғой, явно дедім. Бопта дұрыс екен ғой да. Дұрыс болды. Мауглидегі аюдың аты. Иә, ұстазы. Мауглидің ұстазы Ол Аюдың жануар аты. аю. Балу. Аты Балу. Дұрыс жауабын оқиын ба? Балу. Сонда аю қоян ғой, аю емес. Мәдениетті аю. Семіз қоян ғой. Бүйтіп кеме тағылған. Семіз қоян. Жауабы Балу. Саған бізде бірінші бөлім 7 сұрақтың 5-еуі. Алтау емес па? 5-еуіне дұрыс жауап бер. 5-еуіне дұрыс жауап бер. 5 минут. Бұл достар бізде екінші, рекорд емес, екінші қайталанып жатқан жағдай Нұрсұлтан Үсеновпен болған, бірақ біз ол кезде супер жақсы бітпеді ол. бірақ Нұрсұлтан супер ойында жеңіліп қалған. Болды енді сіздер түсіндірсеңіздер. Бірінші бөлім бізде бітті. Енді қазір супер ойын болады. Супер ойынның ережесімен таныстырып өтейін. Супер ойынның ережесінде енді сен бізге емес, біз саған осы біз жаңа бонус 5 минут бар ғой, 5 минутта саған түсіндіруіміз керек. Мысалға, кімнен бассақ айтамыз. О жерде андай 1 минут болмайды ғой. 1 минутта 5 минутта біз осы 4 сұраққа жауап беруіміз керек. Түсіндің ғой? Әртүрлі варианттарды айта бересің, жауаптарын айта бересің. Себебі Әділет, қазір біз алдыңғы бірінші турда 7 сұрақтың 5-еуіне жауап бердік. Супер ойында 5 минуттық уақытың бар. Ол сен ешіңде 500 мың теңге. 500 мың теңге. Ол күйіп кетпейді ғой, яғни? Жоқ, егер біз қазір супер ойында жеңіліп қалсақ, ол күйіп кетеді. Онда жеңілмейді. Егер супер ойынды жеңсек, онда 1 миллион. 1 миллион теңге. Әділет, сенің қолыңда бар нәрсе. Болды, Құдай Бас тоқтамаймыз, жауапты айта береміз. Әділет, онда бұла қыламыз. Кімнен бастаймыз? Тағы да мен естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта стендапер, актер, влогер, вайнер, айта берсең, КВНщик. өте өнері көп жігіт, Әділет Санатұлы. Әділет, кім бірінші сұрақты кім түсіндіреді, екінші, үшінші, төртінші, сен таңдау еркі өзіңде. Мен бүйтіп бастайын. Ең бірінші Дәке сізбен араластым. Сосын Әбекен үйіне барып шай ішкем. Мен сіздер әлі шақырмадыңыздар да. Дәке, Әбекен, сосын Қанекен. Және Сәкен бірінші бастамайтын болды мәселе. Мен бастайын ба? Тілеп отқан ем сол, тілеп отқан. Онда былай қылайық, бірінші мен, екінші Абай, үшінші Қанат, Сәкен. Төртінші Сәкен. Давай. Сонымен Әділет Санатұлы бүгін бізде қонақта супер ойын. Танча, давай. Су астында қандай тас жоқ? Су астында құрғақ. Су құрғақ. Ылғал құрғақ. Алтар. Құрғақ. Домбырада жетеу, сырнайда алтау, қобызда бесеу. Бұл не? Шек.
домбыра, Домбыра. шегі, екеу, шегі, жетіген, Төрт әріп. леска, домбыраның гитара, Жамбат, басқа версия. домбырада жетеу, сырнайда 6, қобызда 5. Бұл не? Құлақ шығар. Домбырада жетеу. Домбырада жетеу. Бұрайтын Құлақ емес. Домбырада жетеу. Домбырада жетеу. Қобызда 5. Бұл не? прима. Жоқ. Варианттар айта бер, тоқтама. Прима. Домбырада жетеу. Қобызда Нота. Бұл не? Нота. Перне ол. Красавчик. Светофордың қазақша атауы. Бағдаршам. Давай. Ірімеші, достым. Дүние жүзіндегі ең үлкен көл. Байкал. Дүние жүзіндегі ең үлкен көл. Ең үлкен көл. Байкал. Ең үлкен көл Байкал емес қой. Каспий. Красавчик. Дай. Ё-моё. Ойпырмай. Кешіңді. Каспий теңізі, Каспийское море дейді ғой. Байкал. Каспий. Ол негізі көлге жатады. Ең үлкен көлге жатады. Ең үлкен көл ғой ол. Ең үлкен көлге жатады. Байкал. Көз түсіндіре алмай тұр. Байкал еді ғой. Көл. Байкал ең терең ол. Байкал ең терең. Давай оқшы, басынан басайықшы. Так, мен бірінші бастаймын. Дачу, сен красавчик, мен мынан миым жетпеді. Жаман логический, молодец. Жоқ, себебі домбырада 7, Жетер. қобызда 5. Сырнай түсіндіре алмадым мен. Сырнай десіп, сырнайда 6. Себебі шекке келмейді да. Шек, мен ойладым, шек Так, бар. мен бірінші Нота деп ойладым. менің сұрағым, Мен перне деп ойладым. Менің бірінші су астында қандай тас жоқ. Су астында. Не айтып едік? Құрғақ деді. Құрғақ қой. Мен мынада бар ғой, жаңағыдаге әріпте бар емес, пәше, мен перне деп ба ойладым, басатыншы, басатын. Не, сода қобыз қалай ол қобыз? Абай, сен ше, сұрақ қойдың да, мен не дейді, домбыра, шек. Жетеу. Әріп дұрыс. Әріп, домбыра дегенде 7 әріп, қобыз дегенде 5 әріп, әріп. Менікінің оп-оңай светофордың қазақша атауы. Бағдаршам. Мен осыны түсінбедім ше. Мен вообще түсінбедім. Бұл ше бүйтіп аламыз ғой. Әділеттің беті мына жерде да. Бізге де түсіндірші, чтоб бізге. Мынау айтса болды ғой, зачем сен айтқаның? Мысалға жаңа абай мен ана қобыз егер мен түсінбегенде, ал ол кезде ол ешкім жоқ еді ғой, ол маған бүйтіп ол тауып тұр ғой, мен бағдаршам. Мен дұрыс түсіндірдім ба? Домбырада. Егер де мынау айтпағанда мен сосын барып айтамын. жаман қиналдым мен бар ғой. Мен де қиналдым. Шекке Мен қиналған жоқ, оп-оңай. Перне. Әріп дедім ба? Кейін әріп дегенге мен сразу білдім ғой, әріп деген. Әріп қой, домбыра. Айналайын жол бар. Енді мен де дәнекер сияқты соттасам ба, білмеймін. Бірақ мысалы орыстар Каспийское море, Каспийское озеро деп айтпайды ғой. Бізде айтамыз ғой Каспий теңіз деп. Бірақ негіз ол ең үлкен жер бетіндегі көл болып есептеледі. Ол үлкен.
Дүние жүзінде Байкал ең терең. ең терең Байкал әлемдегі ең терең Ой, сонда бай. бізде қоржынымызда миллион Атылам деп келген базар жоқ. Миллион Құрметті достар, бүгін енді Мейрам Академия біз сіздерден кешірім сұраймыз. 1 миллион теңгелеріңізді санай беріңіздер. Так, 5-ке бөлгенде 200 теңге ма? 250. 200. Сен кәдімгідей мені шығарып сіз алдыңыз. 4-ге бөлсең де алдыңыз. Жоқ, жаңағы 250-ден жаңағы берсе бөлсек әділетше Каспийское море деп салғыласып жатыр. мен бір нәрсе айтайын да әділет жаңа бері уайымдап ұтылатын болды деп дұға тілеп отқан ғой сөйтсем Мен мынау жасыл жанбай кетеді деп ойлағам ше. Бірақ мойындайық, мынау соңғы супер ойында көп сенді логикалық сұрады, фактология соңғы бір не болған шығар. біз жақсы ойнадық негізі жақсы ат салыстық Бірақ әділет, құрметті достар, супер ойын, бізде супер қонақ әділет. Комментарийға мен мақтаңыздаршы. И жаңа соңғы 1-2-3 мен айта алмадым. Достар, біздің каналға тіркеліңіздер, қоңыраушан басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Егер сіздер тіркелсеңіздер, келесі қонақты, келесі шығарылымды бірінші болып көретін болсыздар, және де міндетті түрде сіздер кімді көргілеріңіз келеді бұл айқайлайықтан, соны жаза кетіңіздер. Кімді көргілеріңіз келмейді, соны да жазып біздің арамыздан. Осы әділетті көргіңіз келмейді. осы уақытқа дейін миллион теңге ешкім ұтпаған Сондай? Миллион теңге рекорд. Әділет Санатұлы! Тараздық біздің досымыз, вайнер, влогер, стендапер, сонша актер. уайымдап еді жаңа сөйтіп уайымы жақсылыққа ұласты Достар, Осымен айқайлайық, тамам, біз сіздермен бір аптаға қоштасамыз. Келесі шығарылымға дейін бәріміз айқайлайық!